Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалуы оңай, жеңіл қорытылатын салат жасаймыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Ең алдымен қайнап жатқан суымызға жарты лимонды салып, брокколиді салып қайнатып аламыз. Брокколиміз пока қайнап шыққанша қызанағымызды тураймыз. Осылай дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді қиярды ортасынан осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Ортасынан бір бөліп ұзынша етіп турап шығамыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді пиязымызды жіп-жіңішке етіп турап аламыз. Кинзаны тураймыз. Кинзаны өте ұсақтамай, орташа етіп турап аламыз. Оны да саламыз. Енді чеснокты турап аламыз. Чеснокты да үккіштен өткізсеңіздер болады, немесе пресстен өткізсеңіздер, болмаған жағдайда майдалап турап алуға болады. Міне осылай турап шығамыз. Брокколи пісіп шықты. Шамамен 2-3 минуттай ғана пісіріп аламыз. Ұзақ пісірсеңіздер езіліп кетеді. Сондықтан ұзақ қайнамағаны дұрыс. Барлығын үлкенде ыдысқа салып алайын. Менің ыдысым кішірек болып қалды. Салат жапырағы. Қолымызбен үзіп-үзіп саламыз. Дәміне қарай бұрыш, паприка және де соя. Қызып тұрған сұйық майымызды құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Мінекей, абайлап, қолдарыңыз күйіп қалмасын. Тарелкамызға саламыз салатымызды. Міне қараңыздар, жасалуы өте оңай, жылдам. Қонақ келгенде немесе өздеріңізге мереке күндері осы салатты жасасаңыздар болады. Қараңыздар, көрінісінің өзі қандай әдемі. Дастархандарыңыздың сәнін келтіріп тұрады, көркін ашып тұрады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше астарыңыз дәмді болсын.